Саламатсыздар ма оқушылар? Оқушылар, бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы рационал сандарды көбейтуге есептер шығару. Біз алдыңғы сабақта өткен болатынбыз. Жалпы теріс сан мен теріс санды көбейткен кезде, 10 сан мен 10 санды көбейткен кезде қандай таңба қойылатындығын. Енді бізде мына жерде теріс сан мен 10 санды көбейткен кезде бізде мәні теріс санның таңбасы қойылады. 10 сан мен теріс санды көбейткен кезде теріс санның таңбасы қойылады. Орындарын ауыстырғанмен бәрі бізде теріс санның таңбасы қойылады. Ал теріс сан мен теріс санды көбейткен кезде бізде мәні 2 теріс сан бізде 10 санды береді. 10 сан мен 10 санды көбейткен кезде өзгеріссіз 10 санның таңбасы қойылады. Енді біздер бүгінгі есептер шығару тақырыбы болғасын, біздер оқулықтан 142 беттегі 471 есепті шығаратын боламыз. Мына жерде есепте бізде -15 көбейтеміз -6 берген. Біз оны таңбаларын бірінші қойып аламыз, содан соң таңбасын қойып алғаннан кейін модульдерін есептеп шығарамыз ары қарай. 2 теріс сан бізде 2 теріс санды көбейткен кезде, минус пен минусты көбейткен кезде біз міне айттық, ол 10 санды береді деп. Сонда бізде таңбасы 10 болады. Біз плюсті бүйтіп жазбай қойымызға болады. Плюс деген таңбаны 1-ден 15-ті 6-ға көбейтіп жібереміз. Бізде мәні 90 болады. Таңба бізде 10. Біз плюсті біз алдына жазған жоқпыз, өйткені біз біліп отырмыз мына жерде таңба 10 екені, мәні 90 шығады. Келесі 10 сан мен теріс санды көбейткен мына жерде бірінші біз таңбасын қойып аламыз. 10 сан мен теріс санды көбейткен мына жерде, 10 сан мен теріс санды көбейткен кезде бізде не айтқан? Теріс санның таңбасы қойылады. Сонда бізде минусты қоямыз мына жерге, 2-ні 35-ке көбейтеміз, яғни модульдерін көбейткен кезде ол бізде 70 болады. Сонда 2-ні минус 35-ке көбейткен кезде минус 70 болады. Келесі үшінші есебі минус 12-ні минус 7-ге көбейтеміз. Енді мына жерде қарасақ, екеуі де бізде теріс сан. 2 теріс санды көбейткен кезде бізде 10 санды береді. Таңба 10 болады. Таңба 10-ны біз жазбаймыз. 1-ден модульдерін көбейтеміз. 12-ні 7-ні көбейтеміз. Бізде 84 плюс 84 болады. Ол тек қана 84-ні өзі деп біз жаза аламыз. Келесі сан минус 27-ні 0-ге көбейтеміз. Алда 10 санды да, теріс санды да бізде 0-ге көбейтсек, ол 0-дің өзі шығады. Сонда мына жерде біз теріс санды 0-ге көбейткенде тек 0-дің өзі шығады. Минус 0 деп айта алмаймыз, сол бізде өйткені минус 0 дейтін бізде сан жоқ. Сол себепті 0-дің өзі болады. 0 дейтін сан жалпы бұл теріс санға да, 10 санға да жатпайды. Сондықтан біздер санды 0-ге көбейткен кезде 0-дің өзі шығады. Дәл осылай 5-ші есебінде енді балдар қараймыз. Мына жерде бізде мынау 10-ды қойшайық, минус 0,18 көбейтесіздер, 6-ға натурал санға көбейтеміз. Мына жерде енді қараймыз, 10 саны мен таңбаны бірінші қойып аламыз бізде. Теріс сан мен 10 санды көбейткен кезде бізде таңба теріс болады. Сондықтан теріс таңбасын қойып аламыз минусты. Енді әрі қарай біздер оның модульдерін көбейтеміз. 0,18 6-ға көбейткен кезде бізде 4,18 болады. Сонда минус 0,18 6-ға өткен кезде минус 4,18 шығады. Келесі де дәл солай 2 10-ды қосып берген, 2 10-ды қосып көбейтеміз. Минус 0,5-ті көбейтесіздер плюс 0,3-ге. Бұл жерде таңба қойып аламыз. Минус пен плюс бізде минусты береді. Таңба минус. Енді біздер оны натурал модульдерін көбейтеміз. 0,15-ті 0,3-ге көбейткен кезде бізде 0,115. Сонда жауабы минус 0,115. Келесі минус 100-ді көбейтеміз минус 2-ден 1-ге. 2 минус бізде плюс береді. Плюсті біз жазбай қойымызға болады. Өйткені біз білеміз мына жерде таңба 10 екенін. 100-ді 2-ден 1-ге көбейтеміз. Мына жерде қысқартуға болады. 100-бен 2-ні қысқартамыз. 100-ді 2-ге бөлгенде 50. 50-ді мына 1-ге көбейтеміз алымына. Сонда бізде жауабы 50 шығады. Сонда жауабы 50. Келесі бізде екеуі де қарап отырса, екеуі де 10 сан, 2,15, 2-ден 2-і де 10 сан. Таңба 10 болады. 2,15-ті 2-ге көбейтеміз. Жауабы 5 болады. Міне осылай біз олардың таңбаларын қоюды білеміз. Бірінші есепті шығарған кезде бірінші таңбаларын қойып аламыз. Содан соң модульдерін есептеп әрі қарай шығарамыз.